Джек Лондон, Мартин Иден кітабы. Бірінші тарау. Алда келе жатқан жігіт француз кілтімен есік ашты. Оған ерген жас жігіт табалдырықтан аттамас бұрын әлденеге қолапай сазданып, жылға тартып, басындағы кепкасын қолына алды. Оның жұпыны шүйдем киімінен теңіз лебі аңқиды. Кең қолға кіргенде, бұл жігіттің не қылса да берекесі қашайын деді. Кепкасын қайда қоярын білмей, қалтасына енді жытырғалы жатқанда серігі жайраңдап, өзімсініп, қолындағы кепкасын ала қойған еді. Оның бұл қылығы жігітке ұнап кетті. Жағдайға түсінетін жақсы жігіт екен. Тегі ұятқа қалдырмас деп ойлады ішінен. Еденді жоғарылы төмен теңіз теңселтіп тұрғандай, ол найқалып, аяғын дағарлай басып, серігінің соңынан жүріп келеді. Алшаңдаған алпамсадай жігітке дағарадай бөлме тар көрінді. Ол есіктің жақтауын иығымен қағып кетер ме екем деп, немесе каминнің үстінде тұрған жылтырауық жарқырауықтарды ұшырып жіберем бе деп зәресі қалмады. Олай-бұлай орынсыз бұрыла бергендіктен қайдағы жоқ бәлеге өзі бас болды. Рояль мен үстінде үйіліп тұрған көп кітап жатқан столдың арасында 6 адам еркін өтер еді. Сол арадан әлденеге сасқалақтап бір өзі әрең өтті. Соқталдай болып сол бұрайған екі қолын қоярға жер таппағандай. Бірде үстел үстінде кітаптарды қағып кетем-ау деп үріккен аттай орғып түскенде, рояльдің түбіндегі орындықты құлатып кете жаздады. Ол алдына алаңсыз еркін жүріп келе жатқан серігіне қарап, өзінің арпыл-тарпыл жүрісін ерсі көрді. Екі беті оттай дуылдап кетті. Маңдайынан шып-шып тер шықты. Сәл кідіріп орамалымен күнге күйген қоңырқай бетінің терін сүртті. «Артур, достым, сәл кідіріңізші», деді ол ұялған сездіргісі келмей әзілдей сөйлеп. «Көрмеген жердің ой шұңқыры көп деген осы да. Берекем кетті. Кішкене есімді жиып алайын. Өзіңіз білесіз, осында келгім келген-ақ жоқ еді. Семьяңызды мені көруге ынтығып отырмаған болар». «Ештеңе етпейді, саспаңыз», деді ол. «Бізден қаймықпай-ақ қойыңыз. Өзіңіз сияқты қарапайым кісілеріміз бізде». «Маған хат келген-ау сірә». Артур қонағым сәл сұлқын бассын деп ойлады да стол басына барып конвертті ашып хатын оқи бастады. Бұл жігіт жаратылысынан сезімтал сергек жан еді. Сыртлай сасқалақтап жүрсе де кісілігін сақтай білді. Маңдай терін тағы бір сүртіп, қазулы орға түсем бе деп сезіктенген тағыдай, ол жан-жағына сескенет тосырқап қарайды. Бәрі жат, не істеп не қоярын білмейді. Өзінің тым доғал, рабайсыз адам екен енді ғана түсінгендей. Осылай өз-өзінен қуыстанып, қатты қысылып отырғанда хат оқып отырған Артурдың ара-тұра көзін ала беріп, күлімсіреп қарағаны өңменіне оқтай тиді. Бірақ көзіне көз түсіп кеткенде сыр да берген жоқ. Себебі ол өмірінде талайды көріп, әр уақытта ең алдымен тәртіп, әдеп сақтау лазым екенін көңіліне берік түйген. Асылы бұл жай шымбайына тимейді отқан жоқ. Мұнда келгеніне өкінді де, дегенмен бір келіп қалған соң не болса нар тәуекел, ақыры тосайын деп отыра берді. Бұрынғыдай емес, бойын жиып, намысына тырысып, қатуланып, көзінен кейістік оты ұшқындап кетті. Ол тағы да жан-жағына көз салды. Бұл жолы көргенінің бәрін ұсақ түйегіне дейін жадына тоқып алмасқа ниет етіп, әдепкідегіден гөрі бойын еркін ұстап отырды. Оның таңдана таңырқай қараған көзінен еш нәрсе қағыс қалған жоқ. Сәнді жасау жиһаздарды көрген сайын көңілі жайдырап, көз жанары жылай бастағандай. Оның сұлулыққа жаны құмар еді. Мұнда көзге қонақ бергендей көркем дүние көп екен. Бір сәтке қабырғада ілулі тұрған сырмен салған суретке көзі түсті. Жағалаудағы жартасқа дүрс соғып, көкке шапшыған асқақ толқын аспанды торлап алған. Түнере түксиген бұлт етегінен жаңа ғана ұясына қонып бара жатқан күннің шұғыласы көрінеді. Ақбас асау толқындардың шоқтығында бір кішкене желкеме қылаңдайды. Ойса азырлап келе жатқан кеменің палубасы алақанның аясында яп-анық көрініп тұр. Сурет сұлу дүние екен. Сұлулық әрқашанда жігітті өзіне тартушы еді. Ол икемсіздігін елең қылмай суретке жақындап барған еді. Жаңа ғана көз тартқан сұлулық ғайып болып кетті. Оның орнына айғыз-айғыз аламыш бояуға қарап мелшиді де қалды. Кейін шегінді. Шегінген сайын сурет жарқырап жаңа түскендей көрінді. Көз байлайтын сурет екен, деді де бұрылып кетті. Осыншама сұлулықты көз байлау үшін қор еткеніме деп қатты ренжіді.
Оның көркем ресімнен хабары жоқты. Бар білетіні алыстан да жақыннан да жалтырап көрінетін хромолитография рас, магазиндердің витринасына сырмен сызған суреттерді де көргені бар, бірақ соны әйнек арқылы анықтап көре алмаған ғой тегі. Жігіт хат оқып тұрған досына қарап еді, столда жатқан кітаптарға көзі түсті. Ас көрген аш адамда екі көзі жайнап кетті. Тағаты төзбей столға жетіп барды да абыржып кітаптарды аударыстыра берді. Әр кітаптың атын, авторын қарады да жеке сөздерін оқыды. Кітап бетін алақанымен аялады. Соның ішінен өзі оқыған бір кітап шықты. Бірақ өзге кітаптың бәрі авторлары да таныс емес. Қолына Суинберннің бір томы іліккен еді. Оны елти оқып, есінен танды. Екі беті гүл-гүл жайнады. Келген жеріне сұқ қолын салып, екі рет сыртындағы авторын қарады. Суинберн. Бұл есімді тірі жүрсе ұмытпас. Осынау Суинберн әр нәрсенің аумағы мен айшығын тез аңғаратын көреген кісі тәрізді. Кім екен өзі? Ақындардың көпшілігі дүниеде мұнан 100 жыл бұрын өтіп кеткен марқұм ба, немесе әлі күнге өлең жазып арамызда жүрген адам ба? Кітаптың бірінші бетін аударып қарады. Тегі Суинберн мұнан өзгере кітап жазған кісі болар. Жарайды, ертең кітапханаға барып бір томын алармын деді. Кітапты ойып оқып отырған жігіт бөлмеге бір жап-жас қыз кіріп келгенін байқамады. Артурдың «Руф, мынау мистер Иден» деген дауысын естігенде барып есін жиды. Кітабын тарс жапты. Бұрын байқалмаған бір өткір сезім өзегін өртегендей болды. Бірақ бұл қыздың келуінен туған сезім емес, оның ағасы айтқан сөздің әсері. Жігіт балуан денелі, балпаң болғанымен сезімі күшті сергек жан. Сырт дүние болар болмас әсер етсе, оның ой сезімі тез сергіп, жалындай жалқындап кетер еді. Ол ерекше сезімді алғыр да албырт болуынан асқақ қиялы аласұрып, заттардың ара қатынасын бір-біріне ұқсастығы мен айырмашылығын аңғарумен тыным таппас еді. Оны тітіркенткен сөздер жаңағы мистер Иден деген бір ауыр сөз. Өмір бойы жұрт оны Иден немесе Мартин Иден, тіпті болмаса Мартин дей салатын. Қазір ойда жоқта мистер болды. Бұған да шүкір, деді ол ішінен. Оның қиялы лезде саңлау кен камерасы қылды. Көз алдына трюм, док, кеме, айлақ, түрме, шарапхана, аурухана мен лашық үйлерді әкелді. Осының бәрі өмірінде талай естіп жүрген өз есімнің төңірегінде шыр айналды. Осы сәтте жалт бұрылған жігіттің көзі қызға түсті. Қиялында сыңсып тұрған елестің бәрі демде жоқ болып кетті. Қараса, қарсы алдында алтын шашты толқыған, ай десе аузы, күн десе көзі бар, үріп ауызға салғандай үлбіреген бір қыз тұр. Үстіндегі киімі қандай екенін мұқым аңғарған жоқ. Бірақ өзі қандай сұлу болса, киімі де сондай әдемі екенін сезді. Қызды қиялында сабағы нәзік алтындай ақшыл сары гүлге ұқсатты. Жоқ, мынау бұл рух, періште, әйел тәңірісі. Мұндай қасиет жер басып жүруі мүмкін емес. Әлде кітап сөзі рас болған ма? Қоғамның биік сатысында мұндай арулар да бола ма екен? Шіркін, Суинберн жыр еткенде екен өзі. Ол анау стол үстіндегі жатқан кітабында Изольданы суреттеген шақта қиялында дәл осындай сымбатты сұлуды елестетті ме екен? Осы бір сезім және қор қызындай тізілген өңшең сұлулар сағымдай толқып көз алдынан тез өтіп кетті. Елеспен қосарланып, өмір шындығы да сырт көрмекке өзінің қалыпты ретімен тоқтаусыз өтіп жатыр. Руф қолын созды. Жігіттің көзіне тура қарап, қолын алып қатты қысты. Тым қысыңқырап жүрген байқап қалды жігіт. Таныс әйелдері бұлай етпеуші еді. Тіпті қол алып амандаспай тұғында. Бұрын кезіккен танысқан әйелдері есіне түсіп, қиялында тағы да түрлі көрініс тізбек болып өте бастады. Бірақ жігіт елеске жеңдірмей қызға қадалып қарай берді. Мұндай әйел затын бұрын соңды көрген емес. Оның көріп жүрген әйелдері, сол әйелдер қызбен қатарласып көз алдына келді. Мәңгіліктей көрінген бір ғана секунд уақыттың ішінде ол өзі портрет галереясында тұрғандай сезінді. Галереяның ортасындағы қыз, оның айналасында сығылысқан көп әйел. Соның әрқайсының бір шолып қызбен салыстырып үлгермек керек. Міне, фабрикада істейтін, бетінде қан сөлі жоқ әйел жұмысшылар, көшеде өмір кешетін шынаңдаған қызғырқын, үлкен-үлкен мал ранчаларында қызмет жасайтын батырақ әйелдер.
Аузынан Мексиканың сигаретін екі ел айырмайтын қара торы келіншектер бір кезде ағаш кебісін тықылдатып бүгежек еткен қуыршақ тәрізді жапон бикештері, кескінім тым қуарыңқы азғындай бастаған Евразия елдері, онан кейін милығына гүл өрген тынық мұхит аралдарының тығыршықтай шойғаралары елестеді. Ақыр соңында жан түршігерлік сұмырайлар, Уайт Чепелдің панельдерін паналаған жалбыр шашты жезөкшелер, ұры-қарының арасынан шыққан арақ құмар антұрғандар, жаһаннамнан шыға шұбырған малғұндай жеркенішті бейбақтар, кеме айлағында теңізшілерді тосып алатын әйелдің азғындары, Гавайн атаулының сілімдігі, қазандай қайнаған адам баласының көбігі мен тосабы келді көз алдына. «Отырыңыз, мистер Иден», деді қыз. «Сіз туралы Артурдың айтқанынан естігеннен бері сондай танысқым келіп жүр едім. Сіз керемет ерлік жасапсыз». Жігіт қолын сермеп қыздың сөзін бөліп жіберді де: «Соның бәрі түк емес, менің орнымда өзге біреу болса, ол да сүйсер еді», деп күбір етті. Қыз жігіттің қолы жарық жара екенін байқап қалды. Екінші қолына қараса, ол да сондай. Руфьтің сынай қараған көзі сырғытып отырып енді жігіттің өңіне келтірді. Бетіндегі тыртығын көрді. Маңдайында, шашының астында тағы біреу бар екен. Қатырғы жағасының жиегінен де жараның таңбасы көрінеді. Күнге тотыққан мойнын қатырғы жаға бунап тастапты. Қыз күліп жібере жаздады. Тегі бұрын мойнына жаға салып әдеттенбеген адам болу керек. Қыздың көреген көзі, костюмінің олпы-солпысын, иығындағы іркіс-тіркісін, тырсиған бұлшық етін, жеңінің қыртыс-тыртысын аңғарып қалды. Жігіт болған оқиғаның ерекше ештеңесі де жоғын айтып, сүмеңдеп, ұсынған креслоға қарай жүрді. Сол екі арада кербез қыздың креслоға керіліп отырғанына сүйсініп, өзінің добалдығына қынжылды. Бұл да бір жаңалық. Өмірінде ол өзінің епті екен, немесе ебедейсіз екен ескерген жан еместі. Бұл оған қаперіне келмеген нәрсе. Жігіт креслоның шетіне ақырын отырды, бірақ қолын қайда қоярын білмеді. Қалай қойса да үйлеспейді. Оның үстіне Артур тап осы кезде бөлмеден шығып кете қояр ма? Мартин Иден жетімсіреп сол жаққа қарай берді. Әйел бейнесіндегі осынау ақ періште ме оңаша қалғасын жігіт мүлде сасайын деді. Әттең, бұл арада түрегеліп тұрып қағып жіберетін не арақ жоқ, не сыраға жұмсай қоятын балашаға көрінбейді. Әйтпесе адамда ашына қылып жіберетін сол сусынмен көмекейін сәл жібіткен теріс болмас еді. Мойныңызда жарақаттың таңбасы бар көрінеді, мистер Иден, деді қыз. Бұл не? Бәлкім қызық оқиғаның белгісі шығар. Бір тентек мексикан пышақ салған едім, мисс, деді ол ернін бір жалап, көмейін ашқысы келмегендей жөткіріп қойып. Екеуміз төбелесіп, мен оның қолындағы пышағын тартып алмақ болып жүргенде, ол менің мұрнымды тістеп ала жаздады. Бұл жайды жайбарақат айтып отырғанда сонау Салина Крутстың жұлдызды қапырық түні оның көз алдына елестеді. Озамық теңіз жағалауы, қант тиген кемелердің жарқыраған оттары, әудем жерде мас матростардың самбырлаған дауысы, қақтығысып қаптап жүрген жүргіншілер, ашудан кескіні бұзылып кеткен Мексикан жайнаң еткен оның айуан көздері, мойнына мұздай боп қадалған болат, жасалап аққан қан, қаумалаған халық айғай-шу. Екі кісінің ұмар-жұмар болып, құм үстінде ирелеңдеген денесі, аулақта гитараның сыңғырлаған сазды сұлу үні. Оқиға осылай болған. Ол есіне түскенде жігіт сілк етті. Анау қабырғадағы суретті салған адам осы оқиғаның бәрін бояумен нақышына келтіріп салып бере алар ма еді деп ойлады ол. Ағараңдаған жағалау, жымыңдаған жұлдыздар жарығы тұнған жұп кемелері, осының бәрі әсем болып шықса керек еді. Құм үстінде арпалысып жатқан екі кісіні қаумалаған бір топ кісі. Суретке пышақты салса да болар. Жұлдыз жарығымен жарқ еткен болат жанып түспей ме? Бұл туралы жігіт ләмдеген жоқ. Я, ол менің мұрнымды қыршып ала жаздады, деді де қойды. Қыздың бұл лебізі мен кескіні ерсі көргендігін байқатқандай еді. Жігіттің өзі мүдіріп қалды. Қоңырқай жүзі күреңітіп, лаулаған көмір қазанның аузына бір сағат тұрғанда екі беті дуылдап кетті. Пышақ тасу секілді сөйлекет нәрсені дегдарлар алдында әңгімелесу лайықсыз шығар. Бұлар кітап бетінде бұндай сорақылықты сөз етпейді. Әлде мұқым білмейме екен. Жаңа ғана жараса бастаған әңгіме осы арада бөлініп кетті.
Руфь жігіттің бетіндегі табы туралы тағы бір сұрақ қойды. Қыздың әңгімені өзіне қанық жайларға қарай бұрып отырғанын түсінген Мартин осы сауалына жауап бергеннен кейін сөзді қыздың өзіне берейін деп ойлады. Оқиға былай болған, деді ол бетін бір сипап. Бір күні түнде теңіз қатты толқып, кемеміздің грот желкенін жел түп орнымен жұлып әкетті. Тросымыз сымнан өрген арқан еді. Сол айнала үйіріліп жыланша тулады. Вахтада тұрған матростардың бірде-бірі ұстай алсашы соны. Мен де ұмтылдым. Әйтеуір іліктіріп байладым-ау. Бірақ жандармен күні арқан бетімді тіліп кетіпті келістіріп тұрып. О, деді қыз тағы да. Грот, трос деген сөздер ол үшін Қытай емлесіндей қиын көрінгенмен, бұл жолы сәл аяныш білдіргендей еді. Осы Свайнберн, деді жігіт ойындағы ниетін орындағысы келіп, бірақ ақынның ат есімін дұрыстап айтып бере алмай. Кім? Свайнберн, деді ол тағы да. Әлгі ақын ше? Суинберн десеңізші. Иә, дәл өзі, деді ол тағы да қызараңқырап. Ол кісінің өлгеніне көп болды ма? Опат болғанын естігенім жоқ, деді қыз таңырқай қарап оған. Онымен қалайша танысып едіңіз? Туды бітті көрген кісім емес, тек жаңа ғана сіз келер алдында анау стол үстінде жатқан кітабынан бір-екі ауыз өлеңін оқып едім. Оның өлеңдері ұнай ма сізге? Қыз мүдірмей сөйлеп ала жөнелді. Жігіт арқасы енді ғана кеңіп, тіпті жайғасыңқырап отырды. Бірақ алғаш атқа мінген баладай креслоның қанатынан ұстап алып айырылмайды. Қыздың жақсы білетін тақырыбын тауып бергесін, енді бұл оның сөзін бар ықыласымен тыңдауға тырысты. Осыншама көп білім, осынау сұлудың ұршықтай басына қалай ғана сыйып тұр екен деп бір жағынан таңырқаса, бір жағынан оның нәзіктігіне сұқтанып та отыр. Қыз аузынан еркін төгілген түсініксіз сөздерді таңдандырып, кәтте оның ой өрісі өзіне мүлде жат болғанымен, естігенін құлағына құйып алуға құмартты. Ақыр соңында осының бәрі оның ой санасын қозғады. Ақыл дүниесі парасат дегеніміз осыдағы деп ойлады ол. Бұрын түсіме де кірмеген таңғажайып тамаша сұлулық міне осы. Ол өзге дүниенің бәрін ұмытып, қыздан көзін ала алмай таңырқап отыр. Иә, бір ғана осындай ғашық жар үшін өмір сүріп, дүниеден үміт етуге болады. Тегі кітапта бекер айтылмаған. Дүниеде мұндай да әйел заты болады екен ғой. Соның бірі мынау қыз. Қыз оның қиялын оятып жіберді. Көз алдында айнадай жарқыраған үлкен бір көрініс келді. Оның бетіне көз сұндырған романтикалық ғажайып образдар түсті. Аққұба әлжуаз әйел үшін, алтындай асыл мейрам бағы гүл үшін ерлік жасаған албырт абзал жандарының ғашықтық хикаялары көшкен керуендей көз алдынан лек-лек болып өтіп жатты. Сағымдай толқыған осынау тұрлаусыз қиял дүниесі арқылы бұлдырап, оның көзіне көркем өнер мен әдебиет туралы қызғылықты кеңес шерткен кәдімгі тірі қыз көрінді. Сонан көзін алмай сөзін емірене тыңдады. Ол өзінің көздерінен күллі еркек нәсілі елжіреп тұрғанын байқаған жоқ. Бірақ өмірді де еркек адамды жақсы білмейтін қыз бір кезде жігіттің оттай жайнаған ыстық көздеріне көзі түсіп кетті. Әлденеге сезіктеніп қалды. Ешбір еркек бұрын соңды бұлай қарап көрген емес еді. Қыз қымсынайын деді. Мүдіріп сөзіне жаңылып тоқырап қалды. Жігіттен сескенетін тәрізді. Бірақ неге екенін кім білсін, оның осылай қарағаны өзіне ұнады да жүрегіне жылы тиді. Тәрбиенің қанына сіңген тағылымы мынау қатерден арбасып, еріксіз тарта бастаған сиқырлы күштен сақтандырды. Бірақ қанын қоздырған инстинктінің кім екеніңді, не екеніңді ұмытып, мынау өзге дүниеден келген қонақ балаға қарсы ұмтыл. Қадырғы жағасы мойнын қажаған, қолдары жарық жара, жас жігітке құшағыңдаш. Тәрбиесіз дөрекі адамдардың арасында өрескел өмір сүргені әр қылығынан көрініп тұрған жас шіркінге қарай ұмтылсайшы деген өктем үнін естігендей де болады. Қыз таза бала еді. Оның пәк көңілі бұл үнге қарсы да, бірақ зат әйел емес пе? Әйел табиғатының таңғаларлық парадоксын жаңа тани бастаған албырт жас емес пе? Сонымен жаңа айттым ғой, айтпақшы, мен не айтып едім? Деп қыз кенеттен сөзін бөліп жымия күлді. Сіз былай дедіңіз. Суинберн ұлы ақыл болам деп бола алмады. Неге десеңіз? Иә, міне осы дәл араға келіп тоқтадыңыз мисс.
Осы сөзді айтқаннан кейін әлденеге аштық азабы қинаған адамдай сезілді. Қыз күлкісінен тұла бойы түршікті. Күлкісі күмістей екен деп ойлады ол. Құдды бір сыңғырлаған кішкене күміс қоңыраудай екен. Сол мезетте көзді ашып жұмғанша алыста жатқан бір ел елестеді. Ақшыл күрең шашқан шие ағашының астында ол темекі шегіп отыр. Тақуалардың аяғына боршын киіп ғибадат қылатын шағы. Соларды шақырған мұнаралы ғибадатхана сыңғыр-сыңғыр еткен қоңырау дауысы құлағына келеді. Я, рахмет сізге, деді қыз. Суинбернің ұлы ақы бола алмау себебі расын айтсақ, ол кісі кейде әдеп сақтамайды. Кейбір өлеңдерін тіпті оқуға ұяласыз. Нағыз ақынның әрбір жолы ақиқат болу керек. Адамның ең асыл сезімін оятуға тиіс. Ұлы ақынның бірде-бір жолын алып тастауға болмайды. Өйтер болсақ, бұл әлемге зор қиянат жасар едік. Маған өзім оқыған жері тым тәуір сияқты көрінді, деді жігіт күмілжіп. Ешбір оғаш сөзін байқағаным жоқ. Мүмкін басқа кітабында бар шығар. Сіз оқыған кітаптан да көп жерін алып тастаса түк етпейді, деп қыз пікірін кесіп айтты. Маған ұшырамаған ғой тегі, деді ол. Мен оқыған жері жақсақ еді. Көкірегіме күн нұр жауғандай немесе прожектордың жарығы түскендей болып еді. Маған солай көрінгені рас. Мисс, абзалы мен түсіне алмаған ғой. Жігіт кілт тоқтап сөзге олақ екенін сезіп қынжылып қалды. Жаңа ғана оқыған өлеңнен бір қуат өмір лебін естігендей болған, бірақ соны айтып беруге тілі жетпеді. Ол жат кемеге отырып тас қараңғы түнде кендір бауларында шырмалып шыға алмаған матростай болды. Жарайды, олай болса сол жат дүниеге де жетілуім керек деп ойлады ол. Бұған дейін мақсат еткен ісін орындамаған кезі болған жоқты. Ал қазір ой сезімін еркін айтып бере алсам деп арман етіп отыр. Не қылса да қыз оның аспанын айнала торлап алғандай. Мысалы, Лонгфелло дей беріп еді қыз. Жігіт өзінің әдебиеттен аз да болса хабары барын сездірмекке асығып, дереу сөзін бөліп, я, оқығам деді. Мен оның өмір аяттарын, Эксельсиорын оқыдым. Басқа шығармасын оқымаған шығармын. Қыз мұсәпірсіткен адамдай басын изеп, езу тартып күлді. Тегі жігіт білерсінемін деп білместігін аңғартып алғандай. Лонгфелло көп кітап жазған біреу болмаса не қылсын? Ғафу етіңіз, мисс. Мен орынсыз килігіп сөзіңізді бөліп жібердім, деді ол. Шынымды айтайын, түсінігім шамалы. Бұл менің ақылыма сыймайтын дүние. Бірақ соны түбінде сыйдырсам керек. Соңғы сөздері құлаққа сеніме бәлем дегендей зілді естілді. Дауысы сұңғылдап, көздері ежірейіп, екезу салыңқыланып, сазара қалды. Қызға ол түсін бұзып, иегін көстетіп, келсең кел деп, құшырланғандай өр жігері өн бойын толқынша тербетіп әкеткендей көрінді. Сіз ақылыңызға сөзсіз сыйдыра аласыз, күмәнім жоқ, деп күлді қыз. Сондай жігерлісіз ғой өзіңіз. Қыздың көзі жігіттің күнге күйген, бұқаның шүйдесіндей күдірейген жұп-жұмыр қып-қызыл мойнына сәл кідірді. Алдында пысы жеңіліп шайман болып отырса да, қыздың аңсары ауды оған. Әлдене ерсі ойлар келді. Егер мойнынан қысып құшақтаса, оның күші мен қуаты өзіне тоғысатындай көрді. Ұялды. Бұрын байқамай жүрген бұйық ниетінің мысы шығып қалғандай болды оған. Ол адамның қайратын дөкір, сорақы нәрсе деп білуші еді. Ер кісінің көркі, сұлу, кербез сымбатты болған қалар еді. Солай бола тұрса да, жаңағы бір ғажап ойынан арыла алған жоқ. Күнге күйген мойнынан не себепті құшақтай алғысы келгенін еш түсінбеді. Тұрысында мұнда қайран қалатын не бар? Жаратылысына табиғаты нәзік қыздың өзіне жетіспей жүрген мол күшке жан тәнімен ұмтылғаны да. Бірақ мұны өзі білмейді, оның білетіні. Бұрын соңды ешбір еркек осынау сөздері құлаққа түрбілей тиетін долаң жігіттей күш тәсір етіп көрген емес. Рас, мен қара күшке келгенде өгіздеймін, деді ол. Керек болса асқазанып тот басқан темірді де қорытады. Бірақ қазір ішіме ас айналмай қалған секілді. Сіз айтқан сөздің көбін сіңіре алман сірә. Мені бұрын ешкім еш нәрсеге баулымаған. Мен кітап өлең деген жақсы көрем. Қалт етсем оқи бастаймын. Бірақ бұлар жайында сіз сықылды ойланып, пікір түйіп көргенім жоқ. Сондықтан да маған пәлен деудің өзі қиын. Мен құланамасыз, картасыз жат кемеге отырған жандаймын. Әуелі аңысын біраз аңдауым керек екен. Мүмкін сіз көмек етерсіз. Сіздің осыншама көп білуіңіз неден?
Мен оқыдым, мектеп көрдім. Бала кезімде мен де мектепте болдым. Бірақ мен орта мектепті бітірдім ғой. Онан кейін университетте лекция тыңдап жүрмін. Сіз тіпті университетте оқыдыңыз ба? Деді жігіт таңданып. Екеуінің арасы осы тұста миллион миль қашықтап кетті. Мен онда әлі оқып жүрмін. Ағылшын филологиясының арнаулы курсын өтпекпін. Жігіт филологияның не екенін білмей тұғын. Осы мәселеден өзінің надандығын сезіп тағы бір сауал берді. Университетке түсу үшін неше жыл оқу керек? Қыз оның меселін қайтарғысы келмеді де, ол бұрын қанша оқығаныңызға байланысты, деді. Сіз орта мектепте оқыған жоқсыз ба? Әрине, оқымаған шығарсыз. Бірақ бастауыш мектепті бітірдіңіз ғой. Бітіруіме 2 жыл қалғанда тастап кеттім. Бірақ жақсы оқып, үнемі награда алушы едім. Айтарын айтып салғанмен өзінің мақтанып кеткеніне ызаланып, креслоның қанатын қатты қысқан сондай қолдары ұйып қалды. Осы кезде бөлмеге бір әйел кіріп келді. Қыз жалма-жан орнынан ұшып тұрып алдынан шықты. Шамасы қыздың шешесі боларсың ау деп ойлады жігіт. Өзі үйіне лайықты әсем киінген ақшыл сары ойшаң, тіп-тік, сұлу, айдында да мекен. Киімнің қимасы мен қынайы көз тартады. Оның күллі түр-сипатын Мартин Иден бұрын сахнада көріп жүрген әйелдерге ұқсатты. Тап осылай киінген, осы сықылды маңғаз, паң әйелдерді ол Лондон театрларының фестивальдерінде де талай көрген. Қашан полисмен жаңбыр құйып тұрған көшеге қуып шыққанша көз алмай қараумен болатын. Мұнан кейін қиялы осы Йокогамаға, Гранд Отельге алып ұшты. Оның маңайынан да, алыста да болса да осы құрылыптас әйелдерді көргені бар. Оның көз алдынан Йокогаманың, оның қаласы мен Гавананың жүздеген көрінісі елестеп толқындап ала жөнелді. Бірақ қиялында сыңсыған суреттердің пердесін кенет жауып жіберіп, ол енді бар ықыласын қазіргі өмір болмысын аударды. Әуелі өзін таныстыратын болғандықтан орнынан тұру керек. Орнынан әрең тұрды. Бірақ шалбарының кептеліп қалған тізесі делдиіп тұрғанын абайлады. Қолдары зіл тартып, салбырады. Өзінің сынға түсерін сезіп, сазарып, сүмпиді де қалды.